бар деп біреу менің құлағыма сөйледі. Бала, менің осы туысы еліне қонаққа барамыз ба? Иә! Бала, сізде қалымен қонаққа алма қандай сан? Яғни бұл сөз үш сан, үш әріптен тұрады екен. Яғни қыс деген айтып көрген бер қара. Қыс деген, иә? Ал қазір жылдың қай мезгілі? Иә? Жылдың қазір қыс мезгілі, иә? Ал қыста не болады? Иә, қар болады, яғни аяз болады, иә? Балалар, яғни мұзда сырғанап ойнап жатыр екен, иә? Сырғанап ойнап жатыр екен. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға қарайық. Балалар, не де ұқсайды? Қол, иә? Яғни қол. Яғни бүйтіп екі жақ қосылып тұрған, яғни қолға алақан ше. Саусақ. Ал мынау неге ұқсайды? Итекке ұқсайды, иә? Ал мынау ше? Тіс, кәмпит. Енді балалар, мен осыны суретті сендерге жұмбақ қылып айтып берем, ал сендер ойланасыңдар, иә ма? Ойланыңдар. Алақанға саламыз дейді. Ол дөңгелек дейді, дөңгелек, иә? Саусақпенен ұстасақ, ол тегіс екен. Ал оны тістесек, дәмі тәп-тәпті. Яғни ол алма екен, иә? Жақсы. Келесі жұмбаққа назар аударамыз. Жұмбаққа төрт саны, яғни төрт аяғы бар деген сөз, иә? Ол тышқан емес, яғни сыз тыстаған. Иә, тышқан емес. Мысық та емес, сыз тыстаған, иә? Арқасы бар дейді. Қой да емес, яғни сіз тыстаған, иә? Шошқа да емес, ат емес. Бірақ біз оған отырамыз. Ол не деп ойлаймыз? Яғни орындық, иә? Орындық. Өте жақсы балалар. Жұмбақты өте жақсы шештіңдер, иә? Кәлеке, енді келесі тапсырмаға бару үшін мына жерде бірнеше суреттер тұр. Осы суреттерге қарап, біздер қазір өздері суреттен қарайсыңдар. Соған байланысты біздер сөйлем құрауымыз керек, иә? Сөйлем құрамыз керек. Мысалы, киімнің түсі қандай деген сияқты. Ағады бер қара. Ағады, мысалы, киімнің түсі. Жасыл екен, иә? Жасыл. Ал киімнің қандай бөлшектері бар дейді, иә? Мысалы, жеңі, жағасы, иә? Етектері, кеудесі, яғни мынау етектері, иә? Етектері, иә? Ал яғни ол киім, мысалы, киім сұрақ қойыпты. Қандай материалдан? Матадан, иә? Матадан. Ал оны мына жерде күн шықты, яғни мына жерде қар сияқты ғой, иә? Суретте, иә? Ал бұл киімді, мысалы, қай мезгілде киюге болады екен? Қыс. Яғни жеңі бар ғой, иә? Яғни қыс мезгілінде де киюге болады екен, иә? Ал оны мына жерде ананың суреті тұр ма? Сосын баланың әкенің, иә? Суреті тұр, иә? Ал осы киімді бұл жерде кім киеді? Қыз, яғни ана, иә? Ана киеді екен, иә? Ал мына жерде неге суреті тұр? Қол. Не үшін берілген бұл жерде? Яғни киімді ұстауға болады, иә? Сосын не істеуге болады? Жууға болады, иә? Енді бұл тапсырманы өте жақсы орындап шықтыңдар, иә? Тағы да енді келесі тапсырмаға бару үшін тағы да біз пойыз боламыз керек, иә? Пойыз банеміз, кәнекей? Пойыз банеміз. Жақсы балалар, мінекей келесі тапсырмаға да. Енді мына жерде неше түрлі, яғни суреттердің бейнесі тұр, иә? Бейнесі тұр. Ал ең бірінші суретке назар аударайық. Бұл неге ұқсайды? Яғни көңілді ма? Көңілді, иә? Ал көңілдіге
қандай сөйлем құрауға болады? Не көңілді болады? Туға кім болса күледі. Иә, не көңілді болады? Иә, ал жақсы. Ойнағанда көңілді боласың да? Иә, ай сезім сен ше? Іштей көңілді болмайсың ба? Анаң не әкеліп бергенде көңілді боласың? Киім мысалы, әдемі киім, иә? Ал, әнжу сен айтшы. Тағы да кімде көңілді болады? Балалар, иә? Сосын адамдар көңілді болады екен, иә? Жақсы. Ал келесі ұстамаймыз. Келесі күн, иә? Қандай күн? Жарқырақты ма? Жарқыраған күн, иә? Ал, не жақырайды? Жақсы, машинаның светі, иә? Жақсы, тағы не жақырайды? Светильник? Жақсы, светильник жақырайды тағы. Күндіз, аспанда не жақырайды? Иә, түнде, күндіз күн жарқырайды, иә? Күндіз күн жарқырайды екен, жақсы. Келесі суретке назар аударайық. Алихан. Ал, не істеп тұрған? Яғни қар жауып тұр, иә? Тағы да не жауады? Жаңбыр жауады, сосын. Бұршақ жауа ма? Бұршақ жауады, иә? Сосын қар жауады, иә? Ал, сөйлем құрайықшы. Қар жауды дегенде сөйлем құрайықшы. Иә? Бүгін далада, мысалы, қар жауды ма? Қар жауды, иә? Иә, қыс мезгілде қар жауады, иә? Жақсы. Ал, мына жерде қандай сурет көресіңдер? Аяз. Яғни терезедегі қатып қалған, яғни қырауға, иә? Бұл қай мезгілде бар? Қыс мезгілде бар, иә? Қыс мезгілде болады екен. Жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Міне, кішкене ашып тұрайықшы, кішкене аттағылар балдар көрінбей жатыр. Ашып тұрайық, бері қараң. Алихан тұрып тұрамыз. Міне, ортада қандай сан тұр? 4 сан тұр, иә? Айналасында қандай суреттер бар? Айтып шығайық. Сиыр, орман, екінші аю, құлпынай, иә? Құлпынай ма? Иә. Не істеп жатыр құлпынайды? Теріп жатыр, иә? Алақандарда салып отыр ғой, иә? Алдына не? Қалта, ал қалтасына салып жатыр. Енді осыны біздер тақпақ қылып жаттауымыз керек, иә? Ал бер қараң. Алихан тұра ғой. Ормандағы аюды құлпынайы көп екен. Теріп алайық, қалтамызға салайық. Қайталан. Ормандағы аюды құлпынайы көп екен. Теріп алайық, қалтамызға салайық. Өте жақсы бала. Яғни біздер өлеңді уже сразу жаттап алдық қой, иә? Енді балалар келесі тапсырмаға бару үшін біздер тағы да ойыз болайық, иә? Бір-біріміздің яғни бұл ертегіні біздер суреттер арқылы айтатын боламыз, е? Ертегіні, е? Ал ертегіде жақсы, мына жерде нені көріп тұрмыз? Үй. Ал мына жерде? Тауық. Айтып ұстап тұрамыз, иә? Мына жерде? Жұмыртқа. Иә. Мынау жай жұмыртқа, иә? Оны сыз тастаған, яғни керек емес деген ғой, иә? Ал мынау қандай жұмыртқа? Алтын жұмыртқа, иә? Ал мына жерде? Әже. Иә. Мына жерде
бала жүгіріп баратыр ма? Иә, кім жүгіріп баратыр? Тышқан. Жұмыртқа істеді? Сыныққа, иә? Ренжіп жатыр ғой, иә? Жақсы. Енді осыны үндеу сен суреттер арқылы айта ғой сөйлеп. Тынышталан. Тыңдаймыз үндеуді. Бір үйде деп айт, иә? Кім болыпты? Иә. Бір ғана тауығы болыпты. Дұрыс. Алтын жұмыртқа туып Иә, жай жұмыртқа емес. Алтын жұмыртқа. Алтын жұмыртқа. Иә. Сосын ата мен әже не істейді? Сындырып жатыр. Иә, әрі беріп жұмыртқасына ма? Жоқ. Иә. Сосын Қыстан келіп сындырып жібереді. Сынып қалды. иә. Ата мен әже сындырып алтын жұмыртқа. Емес. Иә. Жай жұмыртқа туып береді. дейді, иә? Жақсы. Ағай көркем сен айта ғой. Ағай көркем тыңдай. Бір үйде, иә? Аттарды жұмбақты да шешті, иә? Енді келесі қасыма, қандай қасыма кеп, соған барамыз, иә? Жақсы дейді, келесі қасыма да кеп қалды. Суреттермен құрастырып, яғни өзіміз айтатын боламыз. Түсінікті ғой, иә? Қазір мен Қане суреті? Ата, бәйтерек, бала, жапырақ. Сонда қандай мақал шықты? Ата, бәйтерек, бала, жапырақ. Өте жақсы. Мына кімнің суреті? Ана, сүт, баланың тілі, бал. Дұрыс қайталаймыз. Ананың бал, баланың тілі бал, иә? Ал мына жерде ас, атасы, иә? Енді өздерің айтып көріп, енді өзіміз айтамыз. Ананың сүті бал, жақсы. Ас, нан. Қайталаймыз. Ас, атасы, нан. Ас, атасы, нан. Өте жақсы бала. Біздер мақал мәтелді суреттер арқылы, яғни тақтап алдық, иә? Жақсы. Балалар, енді кішкене ойымызды сергітіп, яғни біздер аяқ биімін билейтін боламыз, иә?